Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жалпы арахноэнтомология, паразитиформды кенелер. Дәрістің мақсаты буынаяқтылар класына жататын өкілдерінің жануарлар мен құстарда туғызатын ауруларын қарастыру. Бүгінгі сабағымызда қарастырылатын сұрақтар: буынаяқтылардың жалпы сипаттамасы, паразитиформды кенелерінің морфологиялық ерекшеліктері, құрылысы, жіктелуі және даму биологиясы. Үшінші, паразитиформды кенелермен күрес шаралары. Буынаяқтылардың жалпы сипаттамасы: буынаяқтылар табиғатта кеңінен таралған, 1,5 миллионға жуық түрлі өкілдері анықталған. Көрсетілген буынаяқтылар санының 90%-ын жәндіктер құрайды. Бұлардың көптеген түрлері табиғатта пайдалы болса, бірталай зиян келтіріп, ауру тудыратын өкілдер. Олардың көпшілігі омыртқалы жануарларды қоректік қор мен қоршаған орта ретінде пайдаланады. Олардың тіршілігі адам және жануар өмірімен тығыз байланысты болғандықтан, адам мен жануарларға жұқпалы ауру қоздырушыларын тасымалдайды. Осыған байланысты малдәрігерлік арахнологияның негізгі мақсаты жануарларда буынаяқтылар тудыратын ауруларды зерттеп, нәтижелі күрес тәсілдерін ұсыну. Буынаяқтылар типі өрмекші тәрізділер, жәндіктер және шаян тәрізділер класына жіктеледі. Буынаяқтылардың зиянды түрлері екіге бөлінеді: тұрақты паразиттер және уақытша паразиттер. Тұрақты паразиттерге қышыма қотыр кенелері, жүнжегіш биттер, уақытша паразиттерге бүрге, қансұрғыш жәндіктер, шыбындар, эксодит кенелері. Олар қан, ұлпа, жүн, шаш, мамықпен қоректенеді. Малды мазалап, қону, өнімін төмендетеді. Кейбірі нақтылы ауру тудырады. Мысалы, бөгелектер, акариформды кенелер деген сияқты. Көпшілігі аралық иек қызметін атқарып, инфекциялық және инвазиялық ауру қоздырушыларын тудырады. Дене құрылысына қарай өрмекші тәрізділердің денесі бас, кеуде және құрсаққа бөлінген. Немесе біртұтас, яғни кенелер бөлшектенбеген. Олардың аяқтары 4 жұп, ал жәндіктерде 3 бастан 3 бөліктен, яғни бас, көкірек, құрсақтан құралған. Басында көзі мен сезім мұртшалары орналасады. Көкіректің сыртынан 3 жұп аяқтары мен қанаттар бекінеді. Буынаяқтылардың жүйке жүйесі, қан айналым жүйесі, тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі және зәр бөлу жүйелері қызметін атқарады. Буынаяқтылардың көбеюі, яғни дара жыныстылар көбею жынысты жолмен өтеді. Өрмекші тәрізділерде 2 жолмен өтеді. Паразитиформды кенелерде жұмыртқа, личинка, нимфа, имаго сатылары. Ал акариформды кенелерде жұмыртқа, личинка, протонимфа, телеонимфа, имаго болып дамиды. Жәндіктерде 2 жолмен, яғни толық және шала дамып түрленетіндер болып өтеді. Толық түрленгендерге жұмыртқа, личинка, қуыршақ, имаго. Ал шала түрленгендерге жұмыртқа, личинка, имаго. Яғни суретте толық дамып түрленетіндерге мысалы даму циклі көрсетілген. Екінші суретімізде шала дамып түрленетіндерге мысалы ретінде көрсетілген. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.